Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осындай еттен жасалатын ерекше қуырдақ мантының рецебімен бөлсемін. Өте тойымды, құрамында көкөністермен қатар жаймасы да бар. Осы тағамның рецебін соңына дейін көріңіз. Ауызашарға міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен қойдың немесе сиырдың сүйек аралас еттерін алып кесектеу етіп тураймыз. Етті турап болғаннан кейін келесі көкөністерді бастаймыз. Сәбізді ұсақтап турап, картошканы да осылай төртбұрыштап турап шығамыз. Ірі картоптарды 4-5 бөлікке бөліп, алдын ала аршып тазалап алған пиязды сақиналап бөліп шығамыз. Құрамын дайындап болғаннан кейін келесі қамырын дайындауға кірісеміз. Кәдімгідей етке дайындаған қамырдай суымызға жарты қасық тұзды салып, араластырып ерігеннен кейін үстіне бір жұмыртқа салып, шетінен аз-аздап ұн сала отырып, қаттылау қамыр илейміз. Илеп алған қамырды 5-6 минутқа тындырып, қамыр тынғаннан кейін осындай етіп 2 бөлікке бөліп, оны жайып шығамыз. Екі жақ шетін баса отырып, жұқалау етіп жайып шығамыз. Қамырдың ортасы тез жұқарып кететіндіктен қолдың күшін тек екі жақ шетінен баса отырып жаямыз. Қамырдың бетіне сұйық майды толығымен жағып, алдын ала тазалап алынған сәбізді үккіштен өткізіп, осы қамырдың арасына гүл тәрізді етіп орап шығамыз. Мен қамырды екіге бөліп жайдым. Себебі осы жасаған гүліміздің көлемі кіші болуы үшін. Қамырдың шеттерін ашылып кетпейтіндей түйіп шығамыз. Қамырымызды дөңгелектеп орап шыққаннан кейін енді келесі етімізді пісіруді бастаймыз. Таза ыдысқа 2 ас қасық сұйық май құйып, бетіне алдын ала турап алған етімізді салып қуырып, үстіне дайындап алған пиязымызды салып қызарғанша қуырып аламыз. Қуырылып болған соң үстіне дайындап алған картопты, сәбіздерді орналастырып, дәміне қарай тұз және бұрыш сеуіп шығамыз. Тағамның асты жабыспас үшін мен үстіне 200-300 граммдай су құйып шықтым. Бетіне оралған қамырларды орналастырып шығып, тағамымыздың қақпағын жауып, 1,5 сағаттай баяу отта пісіріп аламыз. Достар, алдағы уақытта шығатын осындай керемет рецептерді өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Қоңырауша белгісін міндетті түрде басып қойыңыз. Сонда алдағы уақытта шығатын осы рецептерді ең бірінші болып көре аласыз. Өте тойымды, әрі жылдам жасалатын тағамымыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз.